Қазан айында Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен Астанада Юралқау Астана деген халықаралық айтыс өтті. Сол айтыстың бас бәйгесін жеңіп алған Ринат Заитов сахнада. Ринаттан айтысатын алтын домбыраға талапкер, жасы үміткер Қазірет Бердіхан, Алматы Қазақ ұлттық университеті. Халық оның бағасын тек жан-жақтан көп адамдар келіп жатыр, бас жүлде тыныш кетсең аласың деп, мақтасаң үкіметке жағасың деп, кеудеңе орден медал тағасың деп. Неге айтпайды екен олар, қанша ақша берсек итім боласың деп. Ал егер мен сатылсам бас жүлдеге, кім жазар мына жұрттың жарасын көп. Ұстаз бен техничкінің баласымын, ешкімде бересім жоқ, аласым жоқ. Себебі халық мені еркелеткен, алтыннан нарқы қымбат баласың деп. Қорқытып қоятыны тағы да бар, қатты айтсаң айтысты да жабасың деп. Тәуекел белді будым тағы бүгін, шыдаған адам болса қарасын кеп. Сенгенім жалғыз Құдай жүректегі, халықтан басқа менде жанашыр жоқ. Алтын қалам пайдасы өз басынан артылмаған. Сен менің мақтанымсың, айбарымсың, бағалы байрағымдай даңқың маған. Білмеймін қайдан қаптап кеткен саған, ессіздер ел дегенде қалтылдаған. Аштықтың жағдайын жаңөзенге бір барып білемін деп шарқ ұрмаған. Қираған ауылдардың жан-жақтағы тұрмысын түзетуге талпынбаған. Киені костюм шалбар шеттерінен жағымпаз бір-біріне жалғылдаған. Өзінен әлсіз көрсе қоқаңдайтын, өзінен әлді көрсе қалтылдаған. Қайран менің астанамай, күй бар ма сен дегенде тартылмаған. Армысың алталаштың бәйтерегі, қарғалар ұя салған қартылдаған. Өмірінде ақиқаттың жолында тіл, міндетті көп бейнет, айтайын көпшілікке толымда ақыл. Қалғалай физиканың мұғалімі, жақсыға ағаң сені жорып жатыр. Қазақстан дамып келет дегенменен, кемшілік солымменен оңында тұр. Мысалы физика мен химияның айтыңдар қай саласы дамып жатыр. Бұл елде естуімше физикамыз бүгінде ең ақырғы орында тұр. Осының кесірінен мұнайымды ақш
Қытайлар кеп сорып жатыр. Өзіңде мақтанардай физик болса, жерімде қазына алып қорым жатыр. Солардың бірі сенсің, Қазіретжан қайнайтын, болдау бүгін сорың батыр. Білемін, жақтырмайсың сынаудонша, ренжіме көңіліңде қылау қалса. Негізі ғалым деген сақын емес, отырар зертханада түн ауғанша. Сен болсаң апта сайын айтыс қуып, сабайсың домбыраңды жырауларша. Қазақтың физикасы қайдан дамыр, түрлері маманының мынау болса. Ринат шыға салып төніп отыр. Жетелер аздық еткен жігіт едім. Құдай маған сондай талант беріп отыр. Екі қазақтың біреуі өлең ақын болар. Қазірет өз өнеріне сеніп отыр. Сіз құсап дипломды тастай салмай, қазгуде өз сабағын беріп отыр. Айтысқа шыққанда да талантымен қарсыласын әйтеуір жеңіп отыр. Жүрсін ағам ақымақ жан емес қой, жүйріктердің қатарына еніп отыр. Бүгін сіздің жүлдеңізге таласпаймын, құшақ ашып арқамды кеңіп отыр. Онсыздарға, қандастарға алтын қайда, бұйырмайтынын бәрібір сезіп отыр. Бүгінгі айтысымның бас жүлдесі өзіңде кететінін жорып отыр. Өзімсінген бауырды өзектен тебе берме, жүрегім сен дегенде еріп отыр. Шындықты шырылдайтып айтқан кезде сазайын бәз біреудің беріп отыр. Сондықтан маған қатты тырыспағын, ініңіз арт жағында желіп отыр. Қазірет қарсылас боп келгенменен жартылай жан күйерім болып отыр. Астана деп соғарма бұлай жүріп, күнбезіңе шағылып күнәй күледі. Ринат жақтырмаса жақтырмасын, Лондон мен Парижде ғой деп сынайды кеп. Ал Қазірет Астананы жақсы көреді, келген сайын саған бір шырай кіреді. 20 жыл жиылып асарлатып салдық қой, алтын қазып мұнай күреп. Егемен елордамның асқақ рухын еңселі, егемен еліміздің асқақ рухын еңселі елордамыз тұрайғы деп. Қандастардың көзімен қарар болсаң, бұл қалаға сәт сайын шырай кіреді. Жер шарында қала жоқ Астанадай, басқа шарда бар жоғын Құдай біледі. Бірыңғай жаз болмайды, бірыңғай қыс. Шабытым ой түлкіні жұмырлай түс. Астананың ауасы ластанды деп біраз ой айтып жатыр бүгінгі айтыс. Түтінменен аластап жатқан шығар, оны да жақсылыққа ырымдай түс. Құлағыңның құрышын қандырады, шыққанда дүрмек самит дүбірлай түс. Көзіңде қуанады күлім қағып, көркейіп бастады деп бүгінгі айтыс. Жүрегіңде еріксіз елжірейді, бұлқынып көкейіңде құлындай күш. Бастысы көңіліміз көтерілі, секілді аспандағы тұрымдай құс. Барлық сезім мүшеңіз мәз болады, ал соңғы сөзімізге жымыңдай тұс. Тек құшырланып ескегенде сәл ғана өкпелейді мұрын байқұсай. Олжа болар жігітке ол азығы. Реке сахнаға сен шыққан
şairlардың қазалыны. Минус жағын сен айтсам көрінеді әкімдердің аттаған алажыбы. Плюс жағы мен айтсам қазағымның қаза болып кетпейді аза мұңы. Аттас зарият секілді тартылайын белгілі көңілімнің тазалығы. Сен жылатсаң ағатай мен жұбатам, қайғыда беріп қайтем азалыны. Минус пенен плюсті қатар ұстап, тең ұстап отырайық таразыны бай. Ұландай өшірмейтін ешімітті қырандай томағамыз шешіліпті. Кененің басымыз деп шарқыратын Ринат бат деген батыр осы мықты. Ал Хазірет Зұлқаның басымыз деп қысық көз қытайларға өшігіпті. Екеумізде бабаның басын жоқтан жолымыз талай жерде тосылыпты. Сондықтан қайғымыз бір, мұңымыз бір, достың сырын әрине досы қыпты. Ағайын қиқу салып қолдап жібер, қос жүйрік алдарында көсіліпті. Бассызден жүретұғым қос қошқардың бастары бізді бір қазанда қосылыпты бай. Жаралған алталаштың пиғыл үшін топшысы темір болат түйғынысың. Қазақтың айтыс деген өнеріне тәңірдің тарту еткен сыйлығысың. Бет жүзіне қарамай бетке айтасың, сондықтан да қадірлі сыйлымысың. Өткенде Астанада айтыс болып жүлдесін жүлдіп алған жүйрігісің. Сол кезде тапсырманы беріп кетті, тізгінді ұстап отқан билік үшін. Бүгін қандай әкелдің тосын сыйды, айтыспайтын ақын ең сыйлық үшін. Тапсырманы беріп ап үйіп төгіп, тексеруге келдің бе үй жұмысына? Астанадай мақтаймыз бұл орданы басқа қалай. Сен минус, мен плюс деп әңгіме айтып, қышытып, қу тілімді тастаған ай. Ендеше ақын Ринат шайқасында келген жоқ, сахнаға шай тасуға. Мақтасаң, мақтай бергін мемлекетті, ой тосында. Қазақтың жақсылығын айтам дейсің, әр ақын айтар ойын байқасында. Ертең күн Қытай басып кетсе бізді, санымыз көбейді деп айтасың ба? Жазайын қолтығымды аттай менде, еш жерде алған жоқпын шаппай бәйге. Астына құйрығымның көпшік қойып, сен мені шыншылсың деп мақтай берме. Ендеше турайтайын шырағыма, шыдаса Ринаттың сынағына. Айттым деп министрге бәлсінбеймін, ойланбай сөйлеп қалсаң бұда күні. Бәрібір Ринаттың айтқандарын қыстырды қай министр құлағына. Мысалы, ана отырған арекеңдер қаланы өзгертсек деп сұрады ма? Жарасар ақын елге бұлданбаса алмасын, Ринат бүгін жүлде алмаса. Сахнада отырып ал зарламасым айтылған әрбір ойым шын болмаса. Ол рас күйінетін кезінде бар, айтылған өтінішім тыңдалмаса. Ешкімді менсінбейтін көкелердің ұйқысын бұзсам деймін тым болмаса. Ендеше деген екен
білмеймін қай жағымен ойланады. Осындай қастықтары неден екен? Алпысқа келген әйел еден жуса қиналып қалмайды деп сене ме екен? Алпыста мия ашыған мұғалімдер балаға дұрыс сабақ бере ме екен? Әйелдер онсыз да тез қартаяды, тағдырдың салғанына көнеді екен. Ал біздің мемлекет жұлдыздарды қашанғы тағызарда береді екен? Жоқ әлде саясаты бар олардың, осындай жағдайға не себеп екен? Қазақстан мемлекетке келешекте патша болып әйел адам келе екен? Сөзімді халқым барда құптайтын дәл, айтылса ойымызды жұрт бар тыңдар. Ақындар оны мұны сипаламай, шынымен айтқыш болсаң мықтайтындар. Әй бірақ ақын сөзін естісін бе? Креслода отырып ап ұйықтайтындар, креслода отырып ап ұйықтайтындар. Жер сатам десеңдер де құптайтындар. Бюджеттік мектеп ауруханаларға бастарын балалары сұқпайтындар. Халықтың жағдайын елесін бе? Ақынның зарлағанын ұқпайтындар. Өзгенің пенсиясымен ойнап жүр ғой, өздері пенсияға шықпайтындар. Шын жүйрік кекін жалын тарамайды. Мәселені жалпылама айтып жатсың, Хазірет енді соны саралайды. Жаңа сен бір әдемі ой айттың ғой, еденді жуып жүрген ана жайлы. Ендеше ана тілін мен айтайын, бұл мәселе жүректі жаралайды. Шындықты айту үшін ауағайын ринат болуыңа қарамайды. Және де шындығыңды тағы айтамын, мектебінде шатасқан бала жайлы. Мектепте сабақ берген, сабақ алдым, сабақ алғам. Мектепте сабақ бердім, сабақ алдым. Жөн болар енді соны саралағым. 3 жастағы балаға 3 тіл беріп, ұрпақтың улап жатыр саналарын. 1-2-3 көрдік қой алжастырып, 1-2-3 деп те санағанын. Қай тілде сөйлегенін білмей тұрған басымен жауап береді балаға кім? Бұдан жазаның бұдан артық түрі бар ма? Бұдан жақсы ет ұрғаның, сабағаның. Дәрвішке айналдырып жатыр мекен қазағымның болашақ даналарын. Он айтсам ол батыстық реформа деп тайдырып әкетеді тағаларын. Бірақ та бір нәрсені ұмытпасын саған ерландай ағаларым. Дамыған 30 елдің ешқайсысы 3 тілде оқытпайды балаларын ай. Тозатынан айырылса тозатпын де, өз тіліңде сөйлесең озатпын де. Қазақ тілге миллиондап ақша бөлдік деген сөздер береді ләззат кімге? Ал шынында қаншама дүкендердің жарнамасы жазылады орысша. Ал шынында қаншама дүкендердің жарнамасы ағылшынша жазады тілде. Қазақтың сақтап қалған даласында, қазақтың салып берген қаласында қазақ тілі болады мазақ кімге? Осы бір олқылықты тоқтатайық. Ана тілді қорлатпай азат күнде. Жарнаманы жаздырса қазақшалап, соның өзі жарнама қазақ тілге уай.
Аты шарықтап асат қайда? Қытай жайлы, Қытай басты деп айттың ба? Оны ойласаң көзіңнен жасақпай ма? Қытайдағы қиналған қандасың көп, деп отқан отан қайда, ошақ қайда? Қыдырып барғандарды кепілге алды, аттанған ағайынға қош айтпайда. Екіге бөлінгенде бір отбасы екі көзде мөлдіреп жасақпай ма? Әкелерін құтқарып әкелмесек, балалары бізге тең тасатпай ма? Сағындырып барғанда сағынтайып береді деп ойлап осақпайда. Қытайлар жүр бұл жақта емін еркін, жұмсақты жеп қалтаға жасаппайда. Салықтан босатам деп фирмаларын жаңазан қабылдадық жасақтайда. Жаңазан қабылдадық жасақтайда. Сыйға сый ортақ мәлден адамзатқа сыбағаға сыбаға асатпай ма? Дұшпаныңа әділ бол деген қазақ бұл күнде дос көңілін тосақтай ма? Адам түгіл малында көрші деген кепілді қып қорағап қосақтай ма? Малоқтан Қытайларды босатқанша залоқтан қандастарды босатпай ма? Аңдайымыз шындық деп тақылдады. Осы болды ініңнің мақылдауы. Мені де өзімен бірге кеттің, намысым мін осылай лапылдады. Желтоқсан ай бастала салысымен аспаннан медал біткен сатырлады. 20-ға жаңа толған жігіттерде медалды көкпар қылып тақымдады. Басқалардай сыйлыққа жүгірместен Рекең оған басын қатырмады. Оспан Батыр медалды Сөлкебай деп белгілі Қытайларды қатырғаны. Сол аспанға мен сені ұқсатамын, кеудесінде бұлқынған батыр жаны. Балаңында есімі Оспан екен, көңілімнің осы болар жақындауы. Бірақ саған атақты халық берген, абыройы сол емес пе ақындағы? Ақиқатшыл атағым өшпейді, бірақ таңбалы тарихтың хатындағы. 100 жылдан соң мемлекеттік сыйлық болады Ринат Зайытовтың атындағы. Бай осы бір жағдайды саралаған, дұшпандарға құм құйып табалаған. Арыстанбекте министр ағам келді, тек қана жақсылықты жағалаған. Мәдениет саласының үздігі деп бүгін медал тақпақшы саған ағам. Қатпай тағалаған. Министрдің үздігі сіз болып тұрсыз, Ринатты үздік деп бағалаған. Ай Ринат Айсуға рахат кісі, намысына тимейтін нақақ кісі. Өзіне бір тиындық пайдасы жоқ, халық үшін билікке батат кісі. Ағайын Рекеңе қол соғыңдар, сөзінде мысыменен жатар күші. Артық айтса кешіріп қойсын деймін, бұл өзі міне осындай шатақ кісі. Ал енді әрмен қарбай жалғап жібер, жүрегінде батырдың жатат күші. Атағы жоқ адамдардың ішіндегі атағы бар адамдардан атақтысы бай. Медал деген ғой, жасамайық адам қобал. Тәртіпті ақын болсам бұдан әрі, керемет қалам дейтін хабарда бар. Несіне ол жағына алаңдаймын,
алмаймын, деп лақтыра сала алмаймын. Ескертіп айтам бірақ осы бастан, темірден мен рахат таба алмаймын. Үйіме берсеңіздер қойып қоям, кеудеме жарқыратып таға алмаймын. Қазақтың мұңы бітпей жатқан кезде атақты медальдақын бола алмаймын. Жарап келген қанатты сөз күтеден қанат берден. Мен осы үкіметке таңғаламын. Әрісін ақиқаттың ағат көрген. Халыққа бір жақсылық жасап берсе, не болады деп қарап келген. Айлық пен пенсияны қосқан менен базардың бағасына қанат берген. Үкімет бір жақсылық жасап қалса, артынан жаманшылық қабат келген. Жастарды баспаналы қылған менен қарызын қартайғанша санап берген. Желкеңізден шығарады, ұлтыма не берсе де аяп берген. Таңғалам үкім биліктегі әртістерге, ақ жүзін ақиқаттың бояп берген. Не деген шебер едің үкіметім. Шаршадым өр рухыңды бояп деуден. Шынымен шебер біздің үкіметте, көзіңді ойық қолға таяқ берген. Жағдай көп болса да жылатам. Кез келді көзімді сынататын. Асеге сәл шыдаңыз, айып етпей. Тағы да оғым бар ет бір ататын. Халқымызға төзім бергей өтпелі бұл кезеңде шыдататын. Сенемін келетін күн алыс емес. Қазақтың қазаққа арайлы таң бір ататын. Жемқордың бәрін түгел сыпырып сап, ескірген мүсіндерді құлататын. Қытайда қуылады бір күн елден, мәңгілік емес білем бұл апатын. Халықты тонап жеген жауыздардың қылмысын күн келеді сұрататын. Қазақтың тілі ұлттық тіл болады, ел барда ұлы тілін ұнататын. Әйтеуір азаттығын аман болғай бір тудың астына бас құрататын. Азаттық менің жалғыз алданышым, мұңайған кездерімде жұбататын. Жүйрігін халық өзі баптайтындай. Жаратқаннан сұраймын жалбарынып, ел ойлайық түңілігін жаппайтындай. Сіз айтқан мәселелер шешілсе екен, мін шешілмейді сыны да қатты айтылмай. Жемқорлар жойылса екен, жер бетінен параны алмақ түгіл тартпайтындай. Шенділердің барлығы шешен болсын, алпамыз батыр жырын жаттайтындай. Қазақстан күнге жесін дәл осындай, бір адам бір кемшілік таппайтындай.
сыртқа шыққан кезде ақиқатшыл Ринаттың өзі де мақтайтындай. Ринат! Ринат! Көп рахмет, маған осыдан жүктегеніңізді ары қарай әдістемей қолданып. Başka halklar evlatlık manasım gibi kullansa, Hazır Manasım beri olsa, Hazır'ın Osman Kodu'nun
Вон, давай! Вон, давай! Болмайды! Судья! Нет, вон! Ösöründün balası bir batır değil. Öpübötmen halklar asa diksalığa olmayın. Stop. Ben Rıdan'ı yaxşı görüm. Rıdan şılşıla. Bugün stop. Hazır emas. Hali bar to'g'ri hali. Arşularım çıktı özü. Bugün Astraliya'yı görmedim. Abi endi men осы Қазыралы Атасының төрағасы ретінде 2 даусым бар Ренатқа бердім.